Баршаңызға сәлем, қалайсыздар? Обедтен бастап түсіріп жатырмын енді. Таңертең қолым тиген жоқ. Анау деп шаруалар өте көп бүгін. Аспан деген күшті болып тұр енді әдемі. Бізде обедке макарон қайнап жатыр. Мына енді ужинға алдын ала қайнатып қойдым, өйткені түс қайта менің жұмыстарым көп. Борщ. Так, мына жақта Омар. Витамин іштің ба? Іштің ба, точно? Футболкасын теріс киіп апты, өзі айналды. Сәлем жолдап жүр, Омар. Сәлем. Қалайсыңдар? Қалайсыңдар? Істеп жатсың? Витамин ішіп жатсың ба? Я шөлдеп қалдым ғой. Шөлдеп? Айтудым кетіп қойған ғой, бүгін 31 желтоқсан. Аланы қараңыздар, бізде көктем, как будто бірінші наурыз сияқты ғой. Енді түс қайта шығып, бүгін біз 31 желтоқсан деп қоям, я. Жаңа жыл тойламаймыз біздер үйде, елка құрмаймыз, ешкімді құттықтап жаңа жылға бармаймыз дегенде ғой. Бізде бұл как обычный день болып өтеді. Енді түс қайта далаға шығып, жаңа кешегі залдан түсіп тастаған занавескілердің бәрін жуып жаюымыз керек. Сосын ішіндегісін химчистке беріп тастауымыз керек. Сонымен жұмыс нормально бітіп қалады. Түс қайтада біраз шаруаларым бар, өзім бітіретін үйдегі. Солай, алдағы видеоларда бөлісе жатармын, так что менімен бірге болыңыздар. Кете ғой. Ой, колхоз дейсің. Қай жылға түсіп кеттік дейсің ғой. Ручная чистка деп. Ой, стеркі жуады. 10 шығар. Так, шаруамызды бітірдік, далада енді үйге келіп, осындай қорысты пісіріп жатырмын. Көптен жеме едік. Ски басар. Кайф қой. Уже бізде кеш болды, ужинды ішіп алдық. Дала деген осылай күн батайын деп жатыр. Бізде мына жақта бар да, ужиннан кейін. Вроде үйде адам аз. Но қараңызшы, бір қонақ күткен сияқтымыз ғой. Күнде осындай. Яқтың бәрін реттестіп жинау керек. Шашылып жатыр. Так, ыдыстардың бәрін жудым, бәрін сүрттім, яқтың бәрін тазаладым. Нағыз соткасын қарап отыр. Өйтіп, жинастырып, енді Омардың сабағына кірісу керек. Так, 31 желтоқсан, Омар сабақ үстінде, сабақ оқуда дейсің ғой. Бер шәкеліп көрсетейін. Бізде Омар техникаларды күшті салады өйтіп. Мынау не? Гүл мынау силек, мынау жер. Что-то біздің үйге ұқсайды. Мынау кондиционерлер, үйдің сыртында тұратын. Мына хайыр, мына сенсом, мына амукон. В общем, кондерларды жақсы көреді салған.
атын біледі, түрін біледі, мына енді үйдегісі. 25 жыл. Хайырды. Мына кімнің үйінен көрірсің андайды? А? Кімнің үйінен көрірсің? Мама? Мұны үйін бағу? Дүкен ғой? Дүкендегі ма? Иә. Сіз Үлкен кондиционер ғой да, ана, Ені. астындағысы тұрған? Иә. Сен сондай тұр. Мұны де өзі тұр. Қай дүкеннен көрдің андайды? Бізде жүр. Ақтодан көрдім. Ақтодан ба? Сол үстінде нандай ба? Иә. Мұнақтың ел сағат ғой? Соның заты ғой? Мұнақты неше тоқ ба ме? Тоқты көп салыпсың. Ана не қызыл? Қайсы? Қызыл сол. Ама? Иә. Сол не? Жоқ. Сондай ма? Бәсе гирляндыға ұқсап тұр. Иә. Қанға ұқсап кетті ғой? Қойшы. Иә. Мама, мұны дейін болу? Подарка. В общем, біздің бала мынандай техниканы жақсы көреді. Кондиционерді оның ішінде. Самый любимый техникасы осы. Мама қара менен аны саныпты. Сосын мынандай пульттарды жинайды, осындай пульттерді. Мамаға менен. Үйлеріңізде пульттер болса бізге берсеңіздер болады, жасамай қалған. Мама қара менен аны саныпты. Туған күніне осындай пульт сұраған, сол пультті алып бердік. Еще и машинаның пультін алып бердік қой. Мама қара аны саныпты. Минутта тоғы минут. Бір кондер шығармай қоймайтын шығарсың осы сен. Қоймай. Енді бізде Омар қазір осы ай деген и әрпіндегі ай деген мәтінді көшірейін деп жатыр. Ал, давай баста. Бүгін таңертең қол тиген жоқ, енді кешке қалып жатыр. Дұрыс істеп жатқан жоқсың. Жатыр міне былай. Міне. Ал, бер. Қолдарыңды ал. Бер, екі, үш. Дұрыстап істеме тез. Жатыр деймін. Жатыр міне былай. Өт қол істеме. Ой, Омар күш жоқ.